Қайырлы күн болса, ассалаумағалейкум, армысыздар. Ар болыңыздар, бар болыңыздар. Мынау кеше қазақ тілді мектептердің ашылуын талап етіп жатырмыз. Құдайға шүкір болып жатыр. Соның ішінде ең бірінші, одан кейінгі мәселе балабақша, қазақша балабақша. Біздің статистикаға жүгініп отырсақ, негізгі балабақшаға баратын, жылда баратын 3608 бала екен. Оның өзге ұлт өкілдері 1847-сі. Ал өзіміздің қаракөз ұл-қыздарымыз, балдарымыз 1761 екен. Көрсеткіш жақсы дегенмен. Қанша? 50%-ға жақындап қалыппыз дегенмен. Бұрындай нәрсе болмаған ғой бұрын. 10%, 5% болған. Соның үшін біз не қылу керек? Балабақшаны. О бастан балабақшада орысша тәрбие алғаннан кейін ол тамырымызға балда шабылып деген нәрсе, ол орысша тәрбие алып, орысша түс көрген бала ендігі келешекте ол ешқашанда Қазақстанның болашағын ойлайды дегенге мен күмәнданамын. Өйткені солардың алдауына көніп тұрады, солардың тәрбиесін алғаннан кейін солардың өлеңін айтып, балабақшаға барасың, азанға жаттығудың өзін орысша айтқызып жатады. Ішің мұздай болады. Менің өзім ойбайлап қазақ тілі деп жүргеннің өзінде амал жоқ, группа жоқ. Қызымды орыс группасына бергенмін. Үйде отырған кезде айқайлап отырамын. Қазақша деп. Үйге келсе Құдайға шүкір. Бірақ енді балабақшаға барған кезде амал жоқ. Соның ішінде қарап тұрсаңыз, соның 1761 жаңа айтып отқан қазақ балаларының ішіндегі қазақша тәрбие алып жатқандар 528 екен. Ал қалған 1233 бала орысша тәрбие алып жатыр, өкінішке орай. Енді соны қай уақытта да қазақша балабақшаның ашылуын талап етейік. Өйткені бергісі келетін ата-ана көп, бірақ амалсыздан мынандай болып жатыр. Сон талап етейік. Ертеңгіміз бала-шағамыз жарық болса, жаңағы ел болам десең бесігіңді түзе дейді ғой қазақта. Бізде Сібір Қазақстанда ел болам десең балабақшаны түзеу керек. Балабақша қазақша тәрбие берсек, ертеңгі күннің ұрпағымыз жарқын болатынына мен кәміл сенемін. Алға кеттік. Рудныйлықтар сол қазақша балабақша ашуды талап етейік. Өйткені біз 50%-ға жеттікпіз. Бұның өзі жақсы көрсеткіш. Алда уақытта біз бақытты ел боламыз.